Бесік қазақ халқының киелі мүлігі, ата бабамыздан қалған тал бесігі. Қазақтың тал бесігінің сүйегі негізінен ағаштан жасалады. Оған мүлде шеге қолданылмайды. Оған жас қарағай, тал, қайың ағаштары таңдалады. Бұл ағаштар еуге көнімді, кепкен соң жеңіл әрі берік болады. Және де ағаштың қасиетін өзімізде білеміз. Табиғи таза материал. Ата бабаларымыз көшіп қонып жүрген кездерінде басқа да тұрмыстық құралдар секілді бесікті де алып жүруге өте ыңғайлы етіп жасаған. Ескі наным сенімдерге сенер болсақ, жын шайтандар бұрышқа жиналады екен. Әжелеріміз үйді аластағанда бұрыштарды аластаған. Сондықтан болар киіз үй сияқты бесікте де бұрыш кездеспейді. Бұл бесікке ешқандай жын шайтан отырмасын, балаға қауіп қатер төндірмесін деген шығар. Ырыммен жасалған. Бесікті жасағанда темір, басқа да материалдар қолданылмайды. Бұл бір жағынан баланың денсаулығына қауіпсіз, таза ағаштан жасалған. Қазіргі уақытта пластик тағы басқа материалдарды қолданып жүрміз. Бұрынғы уақытта шүмегінің өзі табиғи сүйектен жасалған. Бесіктің құрылысына келетін болсақ, төменгі бөліктерден тұрады. Арқалық, бөген, жақтау, шабақ, сабау, жорға, тақтай, шүмек, түбек деп аталады.